Бәріне сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге қазіргі таңда хит болып жатқан финский блини жасаудың жолын көрсететін боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып алатын боламыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Сосын шым-шым тұзды салып, жақсылап бір масса болғанша араластырып алатын болам. Үстіне сүтімізді құйып аламыз және бір араластырып жіберіп, одан кейін үстіне майымызды құйып, тағы да кішкене араластырып алатын боламыз. Одан кейін 2-ге 3-ге бөліп ұндарымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде түйіршік болып қалмауы қажет. Бізде осындай масса шығатын болады. Одан кейін ыдысымызға пергамент төсеп, массамызды құйып алатын боламыз. Жақсылап барлығын ыдысымызды тап-таза етіп құйып аламыз да формамызға бірдей етіп жақсылап айналдыратын боламыз. Одан кейін 180 градуста 40-45 минут пісіреміз. Менгі пісіп шықты. Одан кейін үстіне қалауларыңызша әртүрлі зат жақсаңыздар болады. Мен осындай вареная сгущенка жағатын боламын. Креммен де жасауға болады. Барлық жеріне жағып болғаннан кейін үстіне жаңғақ сепсеңіздер де болады. Мен осындай сахарный пудра себетін боламын. Кішкене сахарный пудра сеуіп, осылайынан жайлап барлығын орайтын боламыз. Барлығын орап алғаннан кейін сәндік ретінде бетіне мен тағы да сахарный пудра себетін боламын. Осылайынан өте әдемі көрінеді. Көріп тұрғандарыңыздай, ортасы енді өте әдемі болып шықты. Дәмі де өте ерекше. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді деген прям жегенде де ауызға салса кәдімгідей ерейді десем де болады. Өте дәмі күшті, балаларға да, қонақтарға да өте қатты ұнайды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.